Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен әрқайсыңыз жасай алатын үй жағдайындағы өте дәмді батон нанның жасалу жолының рецептімен бөлісемін. Батон нан жасау үшін бізге ең алдымен бөлме температурасындағы мына заттар қажет. 100 грамм сүт, 50 грамм сұйық май, 50 грамм шекер, 10 грамм дрожж, 10 грамм тұз және 100 грамм жылы су. Сүтте суда жылы болу керек, сосын 500 грамм ұн керек. Осының бәрін жақсылап араластырып қамыр илейміз. Жұмсақ қып қамыр илеймін. Тұзымды сабалдым, енді дрожж салып жатырмын. Содан соң жылы су құямын. Ашытқымыз ергенше араластырып аламыз. Сосын шекер салам. Сұйық майды құям. Жылы сүтті құям. Бәрін жақсылап араластырып бір қалыпты массаға келтірем. Біртіндеп ұн салып, өте жұмсақ қамыр илеу керек. Қамыр қатты болып қалмау керек. Неғұрлым қамыр жұмсақ иленсе, нан соғұрлым жақсы көтеріліп. Қамырды жақсылап иледім. Енді 40 минутқа бетін жауып, жылы жерге қоюым керек. Жақсылап көтерілу үшін. Қамырымды екіге бөліп алып, тағы да 5-10 минутқа қойып қоямын. 10 минут розып алған қамырымды екіге бөліп жаямын. Өйткені батон формасына келтіру үшін қамырды жайып барып, орауым керек. Енді орай бастадым. Жақсылап орайым да. Батон формасына келгеннен кейін бұны тағы да 10 минут қалыпқа салып қойып керек көтерілу үшін тағы да. Минуттан кейін көтерілген батонымыздың бетін өткір пышақпен тіліп формасын келтіреміз де алдын ала қызып тұрған пешімізге саламыз. Батон нанымыз 180 градуста 30 минутта қып-қызыл пісіп шықты. Сіздерге үй жағдайында жасалған батон нанның дайындау әдісі ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.